армысыз. Қыздар университетіне қош келдіңіз. Сізге қояр сауалым, қазіргі уақытта дін жолында жүрген қыз-келіншектер міндетті түрде хиджаб кию керек па? Және қазақ елінде, қазақ тарихында хиджаб қазақ елінде тәрбиеленуі ме? Сіз қалай ойлайсыз? Енді мүмкін біреуге ұнамайтын сөз айтам, ұнайтын сөз айтам. Енді ол өзімнің мамандығым болғасын, мамандығым жайында айтып отырмын. Мен енді бұл шаңыраққа бір қандай да бір қарсылығым да басқанда жоқ. Маманмын, сұрақ қойдыңыз, жауабын берейін. Хиджаб деген ол термин сөз. Ол арнайы бір киім емес, термин. Ол терминнің мағынасы әйел кісі өзінің абыройын, ұятты жерін строги дейді ғой, яғни жаңадегі байсалдылықпенен, қатаңдықпенен көпшілік алдында ұстай білу. Ол неден шығады? Енді тез айтып көрейін, бірге ілесіп отырыңыздар. Біріншіден, парапсихолог ғалымдар айтады. Әйел кісіде бір қандай да бір көрінбейтін нұр болады дейді. Екіншіден, дінде айтады. Адам, ата неден жаратылған? Топырақтан. Хауа ана ше? Қабырға. Ет. Біреу топырақ, біреу ет. Сонан бөлек үшінші ұғым, мода ұғымында айтады. Сұлу емес, әйел жоқ дейді. Дұрыс па? Мүлде жоқ. Оны қазақтың кәдімгі жалпақ мағыналы сөзі бар. Біреудің әйелі біреуге қыздай болады дейді. Бекер емес. Яғни барлық әйел сұлу деген сөз. Енді қараңыз, осының бәрін жинаймызды айтамыз. Біздің дініміз әйелдің сұлулығын сақтау үшін, семьяның махаббатын сақтау үшін әйел кісіге орамал тағып, жаңағыдек шіли ашық шашық қалай болса солай жүруді тыйым салды. Себебі махаббат деген сен мен үшін, мен сен үшін деген пікір. Егер махаббат мен сен үшін, бірақ сен бәрі үшін болса, болмайды ғой. Нағыз махаббат екеуміз бір-бірімізге ғанамыз. Басқаға ше? Басқа өзі білсін, өзі ар жағынан жүре берсін. Енді қараңыз. Дінде айтады сол үшін. Әйел бүкіл өзінің сұлулығын өзінің еріне арнасын дейді. Бізде керісінше, үйде әйел кісі тізесі 1,5 метр шығып кеткен трико, үстінде халат, шаш деген былай жүреді. Сыртқа шыққанда керісінше боянады. Сосын ойлайсыз ғой, айналайын-ау. Сонда анау бүкіл үйдегі сұлулығың, енді ол әлбетте тырнақшаның ішіндегі сұлулық маған арналды. Енді мынау бояу кімге? Сен сыртқа кетіп баратсың ғой, менің алдыма емес. Мысалы, біреулер енді сылтаумен айтады, көшеге әдемі көріну үшін. Көшеге кімге әдемі көрінесіз сонда? Көшеге қарапайым, строги дейді, қарапайым жұмыс талабына сай, жаңа мамандығыңызға сай, соған сай киініңіз, ел көзін тартпайтын. Үйге, дінде наоборот, үйде айтады, ана бикини киесіз ба, мини-юбка киесіз ба, бүкіл бар сұлулығыңызды беріңіз, үйге ол. Үйге солай аталады. Дінде бүкіл сұлулық үйде болады. Яғни баласы да көріп өседі, менің мамам қандай сұлу деп. Күйеуі де үйінде басқаға қарамайды, осы жаным деп өседі. Өйткені бүкіл сұлулығын, тазалығын, әсемдігін, бүкіл иісін, әтірейсін бәрін үйіне арнайды. Неге енді дініміз, мысал қыз балаға орамал таққыз десе, парапсихолога бекер айтқан емес. Адам көрген сайын нұрын алады адамның. Қараңызшы, біз айтып кеттік, ер азамат топырақтан, түбі. Қыз баласы еттен деп айтып кеттік. Енді қараңыз, қыз бала тез әжім түсіп тозама, ер азамат па? Қараңызшы, бекер қазақта мақал жоқ. 50-дегі ер қызды алады, 50-дегі қызды кім алады деген сөз бар. Жаңағыдей. Ер азамат топырақтан болғасын, топырақ жерде жата береді. Тозуы қиын ғой, білесіз ба? Жылдап тозады. Ол тозбайды, жатады. Табиғат солай берді ғой бізге Алла Тағала. Ал қыз баласы ет болғасын, етті сақтамасаңыз арнайы, былай қоя салсаңыз тозады.
оны арнайы тоңазытып қысқа саласыз, орайсыз, үйтесіз, бүйтесіз, яғни арнайы оралады, сақталады. Яғни сұлулық әйелдің және әйелдің көзге көрінбейтін адам тартатын нұры оралса ғана орамалға, жат көзінен тасалау тұрса ғана сақталады. Қарапайым оймен айтайын, сіздің қымбат затыңыз болса, қымбат бриллиантыңыз бар дейік, жаңғақтай миллиард тұрады ғой, соны сіз күніге мойныңызға тағасыз ба? Жоқ. Әркімге көрсете бересіз ба? Жоқ. Өзіңіздің жақындарыңызға, сенетіндеріңізге көрсетесіз. Ердің ең қымбаты анасы менен өзінің баласын тәрбиелеп отқан әйелі. Онда сол қымбат затын ер азамат солай қадірлейді. Өзінің жақын туыстарының алдында қыз бала қалай дінде шашын ашып жүре береді, ата-анасының алдында, басқада. Ал бөтен адамның алдында шашын жауып орамал таққызады. Дін, мен дінді айтып отырмын. Одан себеп оның қымбаттылығы, оның сұлулығын қызғану, бермеу жатқа. Ол сұлулық арнаған адамдарға беріледі. Бірінші өзінің жары, балалары, ата-анасы. Сол ортада қымбат зат сақталады. Ал қымбат затты ашып бұлай тастай салсаңыз, ол тозады. Ол осылайша кетеді. Сол үшін біздің дініміз әйелдің сұлулығы үшін, семьяның жылулығы үшін, әйел кісіге сыртта жүргенде орамалыңды тағып, немесе енді тіпті міндетті түрде хижаб деген нәрсе жоқ. Яғни андай біреулер айтады, көзіңді былай қыл, бетіңді қара қыл. Жоқ. Жат көзінен жылтырайтын киімді киюді тыйым салады. Яғни анау жаңағыдегі әйел кісілердің бір шілей қатты ашық-шашық киінуі, әтір анау-мынаудың бәрін артық жағып, жұрттың бәрін өзінің көзіне түсіруі. Бұл дінде сол үшін тыйым салынады. Хижабтың түптен түп мәні осы жерде. Түсіндіре алсам. Яғни дін сол үшін, сұлулық үшін, семьяның тыныштығы үшін, профилактика үшін әйел кісіге жаңа строгий киімді насихаттайды. Ең соңғысы түсіндіңіздер ме? Тамақ жасаған әйел болғанда. Әсіресе. Иә. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма?